Мен 40 жасымда республика сарайында өткіземін. 2 анам мен 2 шешемді орнынан Алла қалап дендері сау болып сол күнге жеткізсін. Орындарынан тұрғызып, әмин айтқандарыңыз келсін. Сіздер де сол жерде отырасыздар. Осыдан 2 ай бұрын осы бизнес бастауды көріп бастағанда, осындай бір ондықтармен жиналысын көріп, шіркін, осылардың орнында мен отырсам ғой деген ой болып еді. Аллаға шүкір. Иә, сол кезде бір керемет сондай толқыныс болды. Енді ең бірінші сөзімді Ахметбек ағайға рахмет айтудан бастағым келеді. Жалпы жеке өз басыма дер уақытында осы курсқа жазылғаныма Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Жалпы өткендегі жазған 100 арманым деген өте үлкен өмірімде төңкеріс болды деп айта аламын. Өйткені жазып бастадым. Оны жазу үшін енді ойлану керек, біраз уақытың керек. Ал менде кешкі 5-ке дейін жұмысым, сабағым барда, 5-тен кейін 2 баламды балабақшадан аламын да, үйге барғаннан кейін үйдегі тірлік басталады. Сонымен бір күні жаңағы таңғы 4-те будильник қойдым, тұрдым, таңғы 7-ге дейін жаздым. Басындағы жаңағы 50 арманым жазылды. 50-ден кейін тоқтап қалдым. Арман бітіп қалды. Сосын балалық шаққа саяхат жасадым. Саяхат жасағанда 3-ші сыныпта оқып жүргенде мен мынандай бір қалың дәптерге өлең шығаратынмын. Кумирім Абай атамыз болатын. 4 мезгілге арнап, әке-шешеме арнап, ортаға арнап, Ахмет Байтұрсынұлының мысалдарына келтіріп, өзім сондай Әсел мен Әсем деген біреу жақсы оқиды, біреу нашар оқиды деген сияқты сондай қалың дәптерге жазған өлеңдерім болатын. Соны ол кезде ауылда тұрамыз, Қарғалы фабричныйда. Қалада әпкем оқитын 9-ші сыныпта. Ол келіп, жаңағы мен мына сенің өлеңдеріңді Ұлан газетіне беремін, қайтсем деп қалаға алып кетеді. Сонымен ол дәптерімде қайтпайды, Ұланға да берілмейді. Оны бір бас аяғы 1 жылдың көлемінде толтырған болатынмын. Сонымен жазған өлеңдерімді ешқай жерге үйтіп сақтап жинақтамадым одан кейін. Одан бергеле ақындық жағына емес, әншілік жағына көп бет бұра бастадым 5-6 сыныптан бастап. Сосын жаңағы 9-шы сыныпта барлық енді класстастарың бітіріп колледжға кетіп жатады ғой. Қызық бәріне. Сосын әке-шешеме келіп айттым, мен өнер жолына түссем. Мен жаңағы Секең деген ондай әнші емес, мен дәстүрлі әндерін жаңағы домбырамен айтатын әнші болып, маған рұқсат беріңіздер деп едім. Мамам айтты, жоқ, сен қыз баласың, сен ертеңгі күні бір үйге келін болып түсесің, ол үйде сен барып әнді салып отырмайсың. Сондықтан қазіргі заманға сай, есі дұрыс, көзі қара бір мамандық таңдайсың. 9-шы сыныптан кейін емес, 11-ші сыныптан кейін кәдімгі ел қатарлы, қанша дегенмен 10-11-ші сыныптың жаңағы білімі ешқай жақта берілмейді деп ол кісілерді тыңдадым. 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін өнер жолын бірден рұқсат бермегеннен кейін аудармашы мамандығын таңдадым. Өйткені ағылшын тілі сұранысқа ие, қашанда өлмейді, болашағы бар. Сонымен университетті бітіріп шықтым қызыл дипломға. Бітірген күннің ертеңінде ғана жездем келді. Жездемнің есік өндіретін фабрикасы болды. Сол жерге мені жаңа әке-шешемнің рұқсатымен жұмысқа алады. Мен ол жерде 4 жыл жұмыс істедім. Бірақ сол күнге дейін менде ешқашан ақшаға деген қызығушылық, байлыққа деген қызығушылық мүлдем болмаған. Өйткені әке-шешем бар, Аллаға шүкір, керегімді ол кезде. Үйде жүрген қыз баласың. Сосын 4 жылдан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін балалы болып үйде отырдым. Тұрмысқа шығатын кезде де енді бүкіл Қазақстан көреді ғой, айтып қалайын. Ер азаматымды өзім таңдадым. Бірақ өзімнің өмірлік ұстанымым жаңағы адамнан 3 нәрсемен ерекшеленеді деп Абай атамыз айтып кеткен ғой. Ол ақыл, мінез және ар-ұят. Жаңағы жолдасымның бойынан соның бәрін таптым. Жаңағы жолдасымның аузынан әкесі мен шешесі түспейтін. Мамам, әкем деп тұратын. Сосын ойладым, егер бұл жігіт мамам, әкем деп тұрса, ертеңгі күні әйелім деп мені де сыйлайды. Иә. Аллаға шүкір, қазір бақытты отбасымыз. Қазан айында менің өмірімде өте үлкен төңкеріс болды. Бізге рұқсат берді, батасын беріп, бөлек шығарды. Бөлек шығарғанда біз пәтерде тұрамыз, пәтер жалдап тұрамыз. Бірақ қанша дегенмен ата-ененің қолында тұрған кезде сен жаңағы 100% өзіңе жауапкершілік ала алмайсың. Ал бөлек шыққаннан кейін ешкімге сенбейсің, өзіңе ғана сенесің деген сияқты. Сол бөлек шықтық, үйге жақын жерден мен офис жалдап алдым. Осыған дейін жаңағы 4 жылдық тәжірибем жиһазбен байланысты болғаннан кейін жиһаз саласын өз қолыма аламын деп жаңағы мақсат қойдым. Офис жалдаған кезде менің қолымда ешқандай қаражат, ештеңе болмады. Жиһазбен айналысып жүрген әпкем мен жездем болды. Сол кісілерден мен өтіндім. Маған көмектесіп бірлесіп бастайық. Сіздер жиһаз жасайсыздар, мен тапсырыс алып беріп тұрамын деп. Сонымен жаңағы алынған 3 бөлмелі офисыма образец бәрін жақсылап қойып берді. Ол жаңағы қазан айында біз бөлек шықтық. Қараша айының 1-нен бастап арендаға алдық кеңсені.
Сосын қараша айының 7-сі күні мен оқыс жағдаймен аяғымды сындырып алдым. Балаларымды садикке беріп тастағам, жұмыс жасау керек. Сонымен аяғымды сындырып алдым. Сонымен жаңағы өткен уақытыма көз жүгірттім. Нені мен қате жасадым, неге бұндай жағдай болды деп. Сонымен ютубтан іздей бастадым. Неше түрлі как начать бизнес с нуля деген сияқты ойыма не келеді бәрін жаздым. Сонымен Ахметбек ағайдың жаңағы видеосын көрдім. Сол мен ауыра бастадым. Күнде таңертең тұрамын. Ең бірінші маған жаңағы видеоны көру арқылы керемет өміріме өзгеріс енгізген ол ерте тұру, ерік-жігер сабағынан. Таңғы 5-те тұруды үйрендім. Сосын сәтін салып 10 ақпанда басталған курсқа осылай жазылдым. Әпкемен жездеме мына курсқа келгелі ұсыныс тастадым. Маған рұқсат беріңіздер, сіздердің өз жұмыстарыңыз өздеріңізде. Мен мына нені ары қарай өзім жалғастырып алып кете алатын, қазір білім алып жатырмын деп сомен рұқсат берді. Аллаға шүкір, міне бір айдың ішінде ИП-ымды аштым. Атын қойдым, Сая хаус деп, саялы үй деген мағынада. Саты бойынша ақырындап көтеріліп келе жатырмын. Сосын өте керемет әсер еткен жортуыл жоспары болды. Өйткені осы 4-ші апта ғой, 1-ші аптаға мен 70 мың деп қойғам, 110 мың теңге таптым. 2-ші аптаға 100 мың деп қойдым, 210 мың теңге таптым. 3-ші аптаға 200 мың деп қойдым, 219 мың теңге таптым. Енді осы аптаға 250 мың деп қойып отырмын. Бірақ көбінесе сабағым, ондығым мен жүргеннен кейін жұмысыма кішкене мән бере алмай жатырмын. Ең бастысы осы 60 күндегі берілген білімді бойыма жақсылап сіңірсем, жұмысым ары қарай жүретініне сенімдімін. Сосын іздеген ортамды тапқаныма өте разымын. Аллаға мыңда бір шүкір. Алла қаласа сапалы қазағымыз. Жетті. Арман мақсат 100-ге жетті. Жазбайды екенбіз. Жазғаннан кейін енді мен келесі апталарда беремін, самғауға беріп жатырмын. Соны қалай нақты мақсат жоспарға, анау қиял арман ғой, нақты мақсат жоспарға кіргізу, жеткізу, оңен апталық, күндік жоспар, календарға түгел байланып. 100 арманның ең соңғы жағында қаз қуған сияқты болып көрінген басында, бірақ мен кез келген әншілер, ақындар өзінің шығармашылық кешін береді ғой, сол кезде әке-шешесін тұрғызып, жаңа гүл шоғын беріп жатады ғой. Сол сәтті өзім жаңа көп армандайтынмын. Менде бір сондай шығармашылық. Енді өзіме сол 100 мақсаттың ішіне қойдым. Мен 40 жасымда республика сарайында өткіземін. 2 анам мен 2 шешемді орнынан. Алла қалап дендері сау болып сол күнге жеткізсін. Орындарынан тұрғызып, әмин айтқандарыңыз келсін. Сіздер де сол жерде отырасыздар. Сосын біз жаңағы 91 жылы Моңғолиядан алғашқы көш болып келді ғой әке-шешем. Сол кезде жазылған Мұрат Бушатайұлы деген композитор ел көшкенде. Сол әнді мен өзімнің авторлық әнім деп жаздырғам. Аранжировкасы бәрі керемет. Сол әніме бейнебаян түсіремін, Алла қаласа. Сол енді Алла қаласа бітіру кешіміз бар. Сол кезде орындармыз. Енді мен бір нені айта кетейін, мен осы бизнес бастауға келгелі ағайын туысым бар, жолдасымның өзі басында жаңағы сенбі жексенбі бір 3 күн қатарынан болды ғой. Сол кезде маған ренжіді, саған бай да керек емес екен, бала да керек емес екен, үйге келмей қой деген сияқты нелер жазды. Сонымен жаңағы 1-ші апта, 2-ші апта табыс тауып, міне деп көрсеткен кезде қазір машина керек па? Апарып тастаймын ба? Осы соңғы сабақ болған кезде 8-жарымда 2 балам 3 жаста, 2 жаста келіп, сені күтіп тұрмыз, шыға қал деп жаңағы өзі алып кетіп, шынымен де айтады ғой, сөзбен емес іспен дәлелдеу керек деген. Енді ең бастысы адам іштей өзіне деген сенімділік болса, сосын соған дұрыс жол көрсетіп жатқан осы ағайымыздың бизнес бастауы мен сапалы қазағы мыңда бір шүкір деймін осындай ортаға, осындай жолды таңдап, ешкімді тыңдамай, сектада деп айтты, басқа да деп айтты. Шынымен де. Енді мен ойлаймын, өміріміздің соңына дейін осы міне 24-ші ағым. Сосын тағы бір нені айта кетейін, осы 24-ші ағым өте ерекше уақытқа түсіп тұр. Қазақтың төл мерекесі, Наурыз мерекесіне. Соны үлкен артықшылық деп білемін. Сол, рахмет баршаңызға.